Бүгін төрттіктер туралы айтам, яғни 4-і, 13-і, 22-сі, 31-і күні туылған адамдар. Бұларда космосына энергия бар, сондықтан бұларда интуиция күшті дамыған. Бұл адамдар өмірде қанағаттана алмайды. Любой бір мақсат қояды, сол мақсатқа жетеді, бір мақсатына жеткенде басқа цифралар бір наслаждаться етеді ғой, мен істедім, достиг своего, типа мен өзімнің қалағаныма қол жеткіздім деген сияқты бір наслаждение болады. Бұл именно төрттіктерде ондай наслаждение болмайды. Достиг так достиг, дальше идем деген сияқты қызығушылықтары тез басылатын адамдар. Например, біреудің қолына бір сағат көрді, қымбат. Например, мен айтайын, что вам понятно было. Сағатқа қатты қызықты, жаңағыдай оригинал, миллион тұратын сағатты, олар соны алмай қоймайды. Жұмыс істейді, упорно трудиться етіп, ана сағатты алады да, 1-2 күн тағатта қызығушылығы басылып қалады. Болды. Ол үйінде жатады сағат анау. Соншалықты қымбат сағат, сонша упорно трудиться етіп алды, бірақ 1-2 күн тақты. Оны ешкімге бермейді, өзі тақпайды, болды, ол үйінде жатады сол күйінше. Вот сондай адамдар, қызығушылығы тез басылатын адамдар, мақсаттарына жеткен жағдайда да наслаждаться ете алмайтын адамдар, қанағаттана алмайды. Еш нәрсеге адамдардың істеген тірліктеріне де қанағаттана алмайды. Постоянно ищет справедливость, честность. Вот сондай адамдар достықта өте керемет дос болады, өйткені они умеют хранить секреты. Ну, кроме 22-сінен басқасын бар, умеет хранить секреты. Оларға любой секретіңізді айта берсеңіздер болады. И они такие честные, справедливые. В друзьях они самые лучшие. Вот. Бұлар депрессия тұсқамау керек. Депрессия, апатия кезінде бәрін разрушить етіп жүреді. Қарамайды. Жақсы көретін адам, жаман көретін адам, вообще абсолютно қасындағы адамдарды да өзін де разрушить ететін единственный сан. Төрттіктер. Сонша упорно прям трудиться етіп жеткен нәрсесінде, как бумажный домик разрушить ете салады бұлар. И за это іштері ашмайды. Ну, дальше идем дальше деген сияқты. Дальше и дальше, постоянно в мыслях. Айтатырым ғой, мысленно не здесь они. Мысленно они в космосе. Постоянно сондай болады оларда. Бұлардың бір-бірінен айырмашылығы. 4-і күні туылғандар разрушение көбірек істейді өмірінде. 13-і, 31-і туылғандар бір-біріне өте қатты ұқсас болады. Бұлар постоянно справедливость іздейді и честность жақсы көреді. 22-сі күні депрессия, апатияға тез түсіп қалатындары. 22-ге немножко поддержка керек.